Selam dostlar, біздің каналымызға қош келдіңіздер. Достар, қалайсыңдар? Бүгінгі біздің ойынымыз, челленджіміз қызықты ойын болайын деп тұр. Қызғалдаққа жалпы кім көмектеседі, үйде кім көп жинайды, кім пысық. Соны қызғалдақ қазір тексереміз, е? Таңдаймыз екеуміз бірге. Мен сұрақтар қоям, соған қызғалдақ жауабын табады сол сұрақтың. Ал ең бірінші сұрақ. Ал кетті қызғалдақ. Кім ерте тұрады ұйқыдан? Су жылы, сондықтан қорықпасыңдар болады. Мен атешпін ғой. Дым батырған жоқсың ғой, Жакелік, сен дейін басын итеріп тұрсың. Бұлай до конца батыру керек. Ал келесі. Кім ертеңгісін ұйқыдан тұрғанда төсекті жинап көмектеседі? Қызғалдақ. Батырайын ба мен? Ал қызғалдақ. Кім төсекті жинайды ал? Таңда тұрғанда. Ой, екеуі де жинайды. Дұрыс. Ал үшінші сұрақ. Қызғалдақ, сен кіммен көп ойнайсың? Кіммен көп уақытыңды өткізесің? Батыршы дұрыстабы. Дұрыс. Қызғалдақ апай қатты ал, ұрсат ол. Ал келесі сұрақ. Так. Үйде ютубты кім көп қарайды? Қарақатта қарайды ғой. Екеуің мен жоқпын, мен сабақта болғанда қарап отырасың деп. Иә, қызғалдақ айта бер. Иә, көп қарайды ғой, иә, көкеді. Қызғалдақ қарақатты да істейді. Так, келесі сұрақ. Кім сабақты жақсы оқиды? Ұятсыз. Мені екіге шығарайын. Ақтөтеңді жақсы оқымай ма, сабақты екеуі де 5-ке оқымай ма? Ал қызғалдақ, кім сабақты 5-ке оқиды? Жақсы оқиды. Қайсысы? Дұрыс. Кім кеш ұйықтайды? Бәріміз бірге ұйықтаймыз. Я, достар, біздер деген кеш ұйықтаймыз жалпы. 12-сіз біздер ұйықтамаймыз ғой. Міне жатамыз дегенше сол уақыт болады. Солмен Мен 12-де ұйықтаймын. футболды кім қарайды сосын? Солға бірге ұйықтайсыз, өйтіріп сұқпады. Анда-санда ерте ұйықтап қалатын бар. Иә, анда-сандай болады. Давай, келесі сұрақ, келесі. Так, қызғалдақ, бүгін төсекті кім салсын? Кешке төсекті кім салсын, қызғалдақ? Бүгін қарақат салады төсекті. Ал қызғалдақ, бүгін кешке қарақат төсек салады, ертеңсін бұйырса төсекті кім жинайды? Қарақат dey. Дұрыс қой енді, бірді-бір болдыңдар ғой. Қарақат салды, сен төсекті жинайсың. Өзім батырам ғой. Салған оңай. Екеуі де бірде ғой, салған тасып саласың, оны сонда төсек дегенде екі-ақ адамдікі ғой, әкетай екеуіміздікі. А сендер өздерің кроваттарыңда жатасыңдар, мысалы, сендердің төсектерің дайын. Мен бүгін көлге шомылған адам сап болдым. Айтам. Так, қызғалдақ, ертең берсе 2 күн демалыс қой, 2 күн демалыста кім үйді жинасын? Кім далада көп ойнайды? Ертең 2 күн бойы кім сенің қасыңда болсын? Кім сенің айтқанды тыңдасын? Айтқаныңды, қызғалдақ? Мен ойнайтын. Ойнайды берсе. Ойнайтын болды тәтесі. Мұна жуып бересің өзің. Жуып тұр ғой так. Не, жаңағы
негізі ойын деп бастаймыз ғой, бірақ артынан кейін ойнап отырып ренжіп қалу деген жоқ қой ол. Айқайлап. Иә, достар. Жалпы сіздер қалай ойлайсыздар? Ренжу деген болмайды ғой, иә? Ойын деп тұрғаннан кейін уже ойынның арты ренжуге болмайды. Давай жалғастырыңыз. Ал бүгін Салауатты кім бағады? Бүпемізді. Бүпеңді кім бағады? Бүпелеріңді кім бағады бүгін? Өзіңді істей. Қызғалдақ, кім бақсын? Тәтемнің ұшуы. Ақкөкесі. Ақкөкесі бағады. Итаки ақкөкесі бағады. Аяғына салады, иә, бүпесін. Көп қарайды. Қыздар да көмектеседі. Иә, Екеуіден бүпесін тумас. иә, ешен. Қызғалдақ тағы қандай сұрақ қояйық? Кім санжымызды саат елді? Қой. Жоқ, оны да айтпақшы. Қызғалдақ, қандай сұрақ қоямыз? Айтшы. Қызғалдақ жаңа айтпақшы ақкөкең балмұздаға келді ғой. Сол балмұздақты кімге бересің қазір? 4 балмұздақ бар ғой. Иә, кімге бересің, айтшы. Осыған. Ақкөкеге? Сосын Ақтатеңші. Екеуі бірде батыру керек. Иә. Тәте батыру Сен жейсің ба қызғалдақ? Ау. Балмұздақ жейсің ба? О, қызғалдақ та жейді балмұздақты. Достар, мен айтыңыздаршы, мына футболканы Ал қызғалдақ, келесі сұрақ. Ертең қыдыруға кім бармайды? Кім бармайды? Екеуі де бармайды. Сен де бармайсың. Мен барамын. Өзі барып алып бізді ойнатпай жүрейін. Соны айтам. Мектепке баруға. Үйге тастап кетсін. Аға мен тәте жоқ ойнай беремін спокойно дейтін шығар. Соны айтам. Екеуін тастап кетіп өзі қыдырайын деп тұр ғой, қызғалдақ. Так, тағы қандай сұрақ қоямыз, қызғалдақ? Қандай сұрақ қоямыз тағы да? Кім маған көп сабақты үйретеді? Иә, кім сабақты көп үйретеді, қызғалдаққа айтпақшы? Мен қарақатқа Қарақат. Иә. Негізі иә, қатар-қатар үйретіп келе жатыр ғой, солай бір-біріне. келесі сұрақ қызғалдақ Нарибойға барайық. Иә, бұйырса. Так, соңғы сұрақ қояйық, давай, иә? Так, қандай сұрақ қойса екен? Жазда ауылға, демалысқа шығамыз ғой, каникулға. Ауылға кім барады? бір ай бойы. Негізі қарақат бір аптаға барады. Шын айтам. Сендер қайтып Сіз бір кетесің. жылға. Мен бір айға барам. Алла қаласа бәріміз барамыз, бұйырса. Иә, достар. Біз ауылға барамыз. Достар, сау болыңыздар, лайк басып каналға тіркеліп кетуді ұмытпаңыздар. Ал біз ойынымызды аяқтаймыз. Сау болыңыздар.